Қайырлы күн баршаларыңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар, көптеген рецепттер бар. Бүгін сіздерге үй жағдайында с дәруменге толы тез дайын болатын табиғи соктың жасалу жолымен бөлісемін. Ол үшін бізге 2 апельсин, 1 лимон қажет. Ең алдымен апельсин мен лимондарымызды жақсылап жуып аламыз. Жуып алған апельсиндерімізді тураймыз, майдалап. Апельсиндердің барлығын турап алдым. Енді блендерімізге саламыз. Енді лимонымызды турап аламыз. Міндетті түрде дәндерін алып тастаймыз. Турап алған лимондарымызды да блендерімізге саламыз. Блендерімізбен жақсылап езіп аламыз. Егер сіздерде блендер болмаса, ет тартқышпен өткізіп алсаңыздар болады. Өте майда болады блендермен езгенсін. Видеода көргендеріңіздегідей. Езіп алған блендердегі апельсин мен лимонымызды шұңғыл ыдысымызға саламыз барлығын. 200 грамм шекерімізді саламыз. Үстіне 2 литр суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Судың градусы маңызды емес. Жақсылап араластырып алып, енді сүзіп аламыз. Видеода көргендеріңіздегідей сүзіп аламыз барлығын. Осымен табиғи согымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, еш қоспасыз. С дәруменге толы. Ұнап жатса лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Таңжарқын.